Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қаттама нанның пияз қосылған түрінің рецебімен бөліспекшімін. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға суымызды, сүтімізді және де шай қасықтың көмегімен тұзымызды, қантымызды және ашытқымызды қосып, барлығын біркелкі етіп араластырып алатын боламыз. Барлық керекті мөлшерді описание бөліміне толықтай жазып қоятын боламын. Енді араласқан массамызға жаймен ұнымызды қоса отырып, қамыр илейтін боламыз. Мен бұған дейін қаттама нанның екі түрімен бөліскен болатынмын. Видеомнан көрсеңіздер болады. Отбасыма қатты ұнап, тағы да пісіруін өтінген болатын, сондықтан да бүгін пияз қосылған түрімен бөліспекшімін. Дәмі өте керемет болып шығады, достар. Сіздер де дайындап көріңіздер. Қамырымыздың иісі қанғанша жақсылап илеп алатын боламыз. Енді осы қамырымызды 4 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Қамырларымызға ұн қоса отырып, шарик тәріздес етіп илеп алатын боламыз. Қамырларымыз дайын болды. Енді оның бетін жауып 5 минутқа демалтып қоямыз. 5 минут өткеннен соң астына крахмал жағып илейтін болсаңыздар, өте керемет қытырлақ болып шығатын болады, жабыспай бір-біріне. Видеодағыдай қамырларымыздың бірінің үстіне бірін қойып, арасына ұн немесе крахмал жаға отырып, барлығын бірге жазып алатын боламыз қамырларымызды. Достар, қазақша контентті каналымды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ол мен үшін өте маңызды. Сіздермен әр елдің тағамдарының рецебімен бөлісіп отыратын боламын. Қамырларымыздың барлығын жұқа етіп жазып болдық. Енді үстіне сары майымызды микроволновкада жылытып алып, барлық жеріне жететіндей етіп, видеодағыдай жеткізіп жағып шығатын боламыз. Шеттерде жеткілікті мөлшерде майлануы тиіс, сондықтан да видеодағыдай жасасаңыздар болады. Енді оның үстіне алдын ала кесіліп дайындалып тұрған көк жуамызды сеуіп шығатын боламыз. Бір шетінен бастап барлығын орап шығамыз. Оралған қамырларымызды видеодағыдай шарик тәріздес етіп, бір шетінен келесі шетіне дейін айналдырып орап шығамыз. Келесі екінші қамырымызды да дәл осылай қайталап шығамыз. Менде осы құраммен 2 дана қаттама нан дайындаған болатынмын. 4-еуін де бірге қосып, үлкен қаттама нан етіп дайындасаңыздар да болады. Мен 2 бөлікке бөліп, 2 қамыр етіп дайындаған болатынмын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай арасына сары майды жағып жіберіп, дайын тұрған қаттамамызды екінші қаттаманың сыртына орап, бір қаттама дайындап шығарамыз. Енді оны оқтаудың көмегімен формасын келтіріп жазып алатын боламыз. Дайын болған қаттамамызды формамызға орналастырып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 20 минуттың шамасында пісіріп алатын боламыз. Бұл жерде менде екінші қаттаманнан дайын болған. Соның үстіне мақ қосқан болатынмын. Күнжут қоссаңыздар да болады.
Осымен бүгінгі біздің пияз қосылған қаттама нандарымыз дайын болды. Біреуіне мақ қосып, біреуіне қоспай дайындаған болатымын. Түсі де қанық болып, өте әдемі, қатпарлы болып шыққан. Видеода барлығы көрініп тұр, қатпарлы болып. Баршаңызға ас болсын. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге алғысымды білдіремін. Келесі видеомда жолыққанша сіздермен бірге болған Гүлбану Ақтамгалиева.